Ассаламу алейкум ағайын, Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз не себептен Америкаға көштің деген сұраққа жауап беремін. Бұл бейнеміз ұзақ болмайды, өте қысқа нұсқа жауап берейін. Үш себеп болған. Біріншіден жұмыстағы туындаған мәселелер, екіншіден, яғни басқа жұмыс таба ала ма таба алмаймын деген күмән болды. Екіншіден, Алматының экологиясы, кейін біздің климат жаңағы. Үшінші, экономикалық болашақтың жоқтығы мен үшін. Елге әрине ел, Қазақстан мәңгі ел болсын, мәңгі мемлекет болады, Құда қаласа, оған сенем. Бірақ енді менің өмір жасымыз, енді біз шайтан емеспіз ғой, 100-ге келсек те өлеміз бір күні. Міне мен қазір 46-тамын, зейнетке дейін 20 жыл қалды. Сол 20 жылдың ішінде біздің мемлекет дамый ма, дамымай ма, сол дамуға бет бұра ма, бұрмай ма, соған үлкен күмән болды. Ал уақыт өтіп бара жатыр, бала шағаны бағу керек. Сол себептен экономикасы дамыған мемлекетке көшуге тура келді деген ой келді. Сол оймен жаңағыдай жол іздеп 2016 жылдан бастап 2020 жылға дейін осы жолды өтіп Америкаға көшіп келдім отбасымен. Ал енді сәл талқылап кетейін жаңағы себептерді. Негізі мен жағдайым жаман емес болатын. Мен Галактика дейтін Ресейдің компьютерлік бағдарлама жазатын үлкен бір корпорацияның Қазақстандағы өкілдігін басқардым. 17 жыл басқардым, директор болдым. Жағдайым өте жақсы болды, табысым жақсы болды. Жұмысым түсінікті болды маған, яғни ешқандай проблема болған емес. Бірақ 2016 жылы жаңағыдай экономикалық дағдарыс сәл қаттырақ білінгеннен кейін менің қожайындарым, акционерлерім менің жұмысымды жақсы жасап атқаныма көздері жете ма, жетпей ма деп мен негізі жыл сайын резюмемді осында ашылып жатқан жұмыстарға жіберуші едім. Сол 2016 жылға дейін маған қайта телефон шалып айтатын да, келіңіз, сіз жақсы маман екенсіз, жұмысқа келіңіз, тұрыңыз деген ұсыныстар келетін, бірақ мен оларға рахмет, бармаймын, өз жұмысым жақсы екен деп қала беретінмін. Бірақ 2016 жылы резюмемді таратсам ешкім хабарласпайды. Яғни мен үшін жұмыс жоқ болды деген сөз. Сөйтсем, анау өгізге келген күн бұзауға да келеді дейді ғой. Сөйтсем, есіме 30 жасымда болған кезде есіме мынандай нәрсе түсті. Мен 30 жасымда 90-шы жылда, 2000 жылдардың басында да вакансиялар ашылған кезде өз жұмыс істеп жүрген жерлерімде маған резюме 40-тан асқан адамдар жіберетін болса, мен ол резюмені қарамай, Құдай өзі кешірсін, былай қойып қоятын. Енді сол күн өз басыма келді. Мен 40-тан асқаннан кейін ешкімге керек болмай қалдым. Ол тек қана Қазақстан проблемасы емес, бүкіл бұрынғы Совет өкімет мемлекеттеріндегі экономикалық проблемасы 40-тан кейін адам керек емес. Жұмыс табу да қиын, болашақ карьераны өсуді жаңағыдай екі талай. Сол себептен көшу керек болды. Сөйтіп 2016 жылы мен жұмысынан бөлек тағы хоббиім бар, этно-рок топтардың продюсерімін. Сол бір тобымның аты Шарапат, сол Шарапат тобын біздің біріккен ұйымдар ұйымдастығында біздің өкілдеріміз соны таңдап концерт беруге шақырған еді Нью-Йоркқа. Соны 2016 жылы сол Шарапат тобын алып барып, өте мықты концерт беріп қайтып келдік. 3 аптадан кейін қайттан мені шақырып, басқа топпен кел, көмегін керек деп жаңағыдай тағы ол кісілермен шақырып, сол жерде Асан Абдиевпен танысқан едім. Асан, салам алейкум. Сөйтіп Асан мен жұмыс жасап жүргенді қарап, қызметімді қарап, тілімді қарап, айтқан еді, сен сияқты жігіттер Америкада жақсы дамиды. Сен Америкаға келсейші, көшпейсің бе деген сөз айтып еді. Ол кезде ойым ондай жоқ, ондай ойда да жоқ. Қой, қайдағы Америка не деп жатыр? Қазақстан үшін өлетін сияқтысың ғой кезде. Қазірде былай айтқанда отан үшін бересің ғой жүрегіңді. Бірақ ол кезде енді тіпті Қазақстаннан көшкім келмеген, оны ойда кіріп шықпаған. Бірақ жаңағыдай 2016 жылдан кейін жаңағыдай девальвациялар болды, теңгеміз теңгеміз төмендей бастады. Сөйтіп жұмысымда да сондай бір сұрақтар келгендей болды. Нұржан табыстары доллармен есептеген азайып жатыр, бірақ ол мәселе менде емес, ол теңгенің, біз бүкіл контрактларымыз теңгемен табыс табамыз, бірақ ол теңгенің құны құрып жатса менің ешқандай күнәм жоқ. Бірақ соны Мәскеуде отырған акционерлердің көзіне
қалай көрінеді ол бәрібір мысалы үшін доллармен қарасаң біздің табыс азайып жатыр, ол Нұржанның жұмыс дұрыс жасап жатқан жоқ шығар деген сондай сұрақтар туындап мен жұмыстан шығарып жіберсем мен далада қалайын деп тұрмын да, сол кездегі жағдайым сондай. Сол себептен Америкаға Асан бауырымның жаңағыдай сөзі есіме түсіп Америкаға жол іздеп 3 жыл сол жолды қуып, жаңағыдай 2020 жылы құдайға шүкір мен семьямен көшіп келдім. Бірақ бұл жақта да қазір әлеуметтік экономикалық жағдай онша емес, карантин, мінекей біліп жатсыздар. Қазақстанда да проблема, мына жақта да туындап жатқан проблема көп. Міне қазір жұмыс іздеп жүрмін, 50% жұмыс орындары жабылған, көп адамдар жұмыссыз қалып жатыр. Дәл сондай кезеңге осы жаққа келіп қалдым. Сөйтіп тек былай айтқанда қиыншылықтан қашам ба деп, мына жаққа қиыншылыққа тап болдым. Себебі мына жақтағы шығындар 10 есе көп, Алматыдан 10 болмаса да 6 есе көп қой біздің шығындар. Семьямыздың. Ал табыс әлі ондай жоқ. Енді жұмыс дейін десем жаңағыдай проблема. Қазір зорға бір кішігірім бір жұмыс таптым. Енді одан да жақсы жұмыс табайын, іздеп табайын десем, жұмыс жоқ. Сол 1-2 айды табан шығарым деген үміт бар. Құдайдан тілейміз. Мұны ораза бар, дұға жасаймыз былай айтқанда. Міне осындай жағдай. Енді не үшін елден көштің деген сұрақ бар болса, сол сұраққа жауап берген шығармын. Енді экология жағы да білесіз, мысалы үшін біздің Алматы биіктеу ғой, 800 мың метр теңіздің бетінен. Оның барлығы мына гипертонияға сәл, осы біздің ұрықтаса гипертонияға жақынбызда, сол қан қысымымыз жоғарылай бергеннен кейін қорықтым бір жағынан. Екінші жағынан сол ауасы нашар, бізде өте суық көп. Мен мына жақта өкпе жағымнан да мықты емеспін, суық жерде көп жүруге болмайды. Кейін өмір жасын қысқаратын сияқты болып көрінді де, сөйтіп жылы жерге, Лос-Анджелеске көшіп келдім. Міне сол сұрақтарға жауап берген болған шығармын. Комментарийға сөздеріңізді, сұрақтарыңызды жазыңыздар. Кейін солар сұрақтарыңызды жинап, басқа бір бейне шығарып салып беремін деген үміт бар. Ал сау саламат болыңыздар. Алла тағала жолымызды ашып берсін. Қазақстандағы отандастарыма тек бақыт, табыс тілеймін. Осындай жат жерде жүрген елдесім қандастарымызға да сондай табыс, бақыт тілеймін. Енді елімізге де әлі, мен елден көшсем де қызмет жасайым, Құда қаласа. Мына жақтан бір табыстың көзін табайық, Құда қаласа. Ең бірінші туыстарыма, достарыма, бүкіл еліме пайдам тиеді деген ниет бар. Ал аман есен болыңыздар. Ал тағы бір бейнеге түсірем деп ұмытып кеткен нәрсе, осы шығарылымда сізге Шарапат тобының бейнебаянын көрсетейін деп едім. Бұл негізі Америкаға көшіп келген себебінің негізі мен шоу-бизнестегі продюсер ретінде үздік таланты бар адам сияқты EB1 атты виза алып көшіп келгенмін. Соны негізі Американы алғаш көрген кезде осы Шарапат тобында біздің біріккен ұлттар ұйымындағы өкілдігіміз осы Шарапат тобын таңдап концерт беруге шақырған кезде барып Нью-Йоркқа концерт берген едік. Сол топтың өнерін көрсетейін деп едім сізге. Сол топтың ойнап жатқан аспаптарына көңіл бөліңіздер. Оның барлығы электродомбыра, электрошетіген. Ол өнер өз өнерім, былай айтқанда ойлап тапқан. Жалпы біздің дәстүрлі әндеріміз, күйлеріміз осындай электро ұлттық аспаптарға салатын болсақ, әлемдегі ең биіктегі жоғарыдағы топтардың арасына кіріп кетеміз оп-оңай деген сенімім бар. Соны іске асырып жүрмін. Құда қаласа болашақта да осы дағдарыс біткеннен кейін біздің мәдениетімізді алға қарай сүйреп жүрем деген ниет бар. Ал тамашалаңыздар бейнебаянды.